Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен өте жемтал жұмсақ болып пісетін киндер пирогын дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқа қажет болады. 3 жұмыртқамызды шағып алып, үстіне қант қосамыз және беншіктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің рецептім бойынша өте күшті, керемет шығатын болады. Үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Жақсылап араластырып, және қаймақ қосатын боламыз. Қосқан қаймағымызбен жақсылап комок қалмау үшін араластырып аламыз. Жақсылап 1 келі масса жуу қажет. Міне араластырып дайын қойдым. Енді бізге ұнтағымыздың үстіне какао қосатын боламыз. Қанша керек грамдарын барлығын описание қалдыратын боламын. Міне үстіне қостым керекті қоспаны және жақсылап араластырып аламыз. Бізде сұйық массамыз үстіне жаңағы какао қосылған ұнтағымызды салып алатын боламыз. Салып алған массамызды осылай жақсылап біріккенше араластырып аламыз. Ешқандай комок қалмау керек. Беншіктің көмегімен әдемілеп араластырып аламыз. Және бізге қаймақ, творог және қант ұнтағы қажет болады. Жақсылап блендердің көмегімен араластырып аламыз. Міне біздің массамызды осылай формасына құйып аламыз. Және біздің жаңа творогымыз осындай кондитерлік қапшығына салып аламыз. Міне жаңа формамыз үстіне осылай үстіне әдемілеп творогымызды құйып шығатын боламыз. Өте әдемі, дәмді болып шығады. Міне осылай. Әртүрлі етіп сәндесеңіздер болады бетіні. Және пешке салып пісіріп аламыз. Міне піскен пирогымыз өте әдемі болып шығады. Өте жұмсақ. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап істеп жеулеріңізге болады. Қонақ келгенде де ұялмай қоятын боласыздар. Лайк басып тіркеліп қолдап кетіңіздер достар.